Атақты тарихшы Хайдар Дулатидің Дулат руынан шыққанын білдіңіз бе? Құрметті қазақ елі, бүгін сіздерге Дулат ру туралы, Дулат руының шежіресін ұсынатын боламын. Сонымен бірге Мұхаммед Хайдар Дулати Дулат руы туралы қандай құнды дерек жазса, оны бірге үйренейік. Бұл мәліметтер сөз үшін пайдалы және құнды болады деген ойдамын. Сол себепті бұл видеоға лайк басып, каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар, өйткені Дулат руының шежіресін тағы да қосымша бөлім ретінде шығаратын боламын. Арамызда Дулат руының күнту ұрпақтары болатын болса, каналыма өтіп өз шежіреңізді тамашаласаңыз болады, өйткені каналымда күнту ұрпақтарының толыққанды шежіресі келтірілген. Сонымен қатар бұл видеоны Дулат руының ұрпақтарына жіберіп қойыңыз және мәліметтерді соңына дейін тыңдап өз шежіреңізді мұқият тамашалаңыз және видео соңында сізге берер ұсынысымнан қапы қалмаңыз. Дулат қазақ халқын құраған ежелгі түркі тайпаларының бірі. Дулат атауы тарихи деректерде өте ерте заманнан кездеседі. Атақты шығыс зерттеушісі Бичурин мен Гурум Грижемайловтың жазуына қарағанда, дулаттар біздің заманымызға дейін 2 ғасырында өз алдына хандық құрған. Үйсін тайпалар одағында Дулу тайпасы да болған. Талдықорған қаласының солтүстік шығыс жағындағы Дауылбай тауында Дулаттың шеңбер таңбасы шекілген тастар көп. Мұнда солармен аралас арғынның көз таңбасы, Найманның айқыш таңбасы, Үйсіннің тарақ таңбасы да кездеседі. Шыңғыстаудағы көп молада бұл таңбаларға Қыпшақтың әліп таңбасы қосылған. Осы таңбалар Қойтас, бұл Көкшетау облысы тауларындағы молаларда да ұшырайды. Рашид ад-Диннің айтуынша, олар Шыңғысхан империясы дәуіріндегі ірі тайпалардың бірі болған. Көптеген тарихи деректерге қарағанда, Дулат тайпасы әсіресе 14-16 ғасырлар арасында зор ықпалға ие болған. Бұл дәуірде олардан көптеген атақты билер мен бектер шығып, әуелі Шағатай ұлысында билік жүргізеді. Кейін Әмір Темір хандығының ісіне араласады. Бауырты Болатшы, Құдай Дат, Камареддин, Әмір Дәуіт және Әбубәкір ерекше ықпалды болған. Шағатай әулетінің соңғы хандары Сейіт пен оның баласы Рашидтің кезінде дулаттар бұрынғыдай ұлыс мәселесіне қатыспай, тек әскер басы қызметін атқарған. 15 және 16 ғасырларда дулаттардан Мұхаммед Хайдар Дулати, Махмуд Жорас, Әмір Уәли сияқты оқымысты ғалымдар шыққанын айтады. Олар өз көздерімен көрген тарихи оқиғалар туралы еңбектер қалдырған. Қазақ халқының 3 ұлы биінің бірі Төле би де осы Дулат тайпасының жаны сармағынан. Аристовтың Ботбайдан шыққан Диқанбай батырдан жазып алған шежіресі бойынша, Үйсін Бәйдібектің 3-ші әйелі Домалақ анадан Жарықшақ туады. Жарықшақтан Албан, Суан, Дулат болып тарайды. Дулаттан Ботбай, Шымыр, Сиқым, Жаныс тараған.
Бұл мәлімет сіз үшін пайдалы болды ғой, онда каналыма жазылып алып, бұл видеоға лайк баса қойыңыз. Сонымен қатар, бұл мәліметтердің электрондық нұсқасын алғыңыз келсе, пікірге өз емейліңізді қалдырыңыз. Мен сізге электрондық нұсқада бұл кітапты жіберетін боламын. Сонымен бірге, қандай да сұрақтар туындаған болса, Instagram парақшама жазып қалдырсаңыздар болады.